Мысалы, мына жерде имам ибн Али рахмаулла айтады, енді жақсы көр деп біреуге жүктеу дейді, таклифун би мухал дейді. Ол мүмкін емес нәрсені жүктеу дейді. Алла тағала ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Шамасы келмейтін нәрсені адамға Алла тағала жүктемейді. Шариғатта сіздің шамаңыз келмейтін нәрсе жоқ. Мысалы, үйіңіздегі әйеліңіз жақсы болмай шықты. Үйленуіңіз неудачный болып, былайша айтқанда. Мінезі нашар, қарсы келеді, айтқаныңыз істемейді, үйіңіз таза ұстамайды, бетіңізге бажылдай береді. Енді сіз оны іште жек көріп кетесіз ғой. Жек көріп кетесіз. Ол ақиқат, өмірде бар ондай нәрсе. Бірақ енді жек көріп кеттім деп оның ақысын жейсіз бе? Оған зұлымдық жасайсыз ба? Жоқ, зұлымдық жасамайсыз. Өйткені сіз оған жақсы көруші адамның мәмілесін жасауыңыз керек. Енді ақысын беру мәселесінде әлгі минимальный мәселелер бар. Одан артығы бар, тағы да ішінде міндет болғаны бар, міндет болмағаны бар. Енді ол екінші мәселе. Бірақ сіз жалпы оны жақсы көруші адам ретінде мәміле жасауыңыз керек. Имам ибн Али рахмаулла айтады, فالمراد إيثار ما يؤدي للمحبة مما يقتضي العقل اختياره وإن كان خلاف هوى الإنسان. Енді сенің нәпсің жақсы көрмей тұрса да, бірақ махаббатқа алып келетін, араларыңда махаббаттың болуын алып келетін істерді істеу дейді. Ол сенің нәпсіңе жақпай тұрса да дейді. Мысалы, ауру адам дәрі ішеді, емделеді. Бірақ емі ауыр болуы мүмкін оған. Нәпсісіне жақпайды. Мысалы, әші, дәрі, әлгі бүйрек ауыратын адам неге барады, не деп аталатын еді? Диализ дейді ма? Оның өзі ауыр, сондай қиын. Ота жасатуға жатады, ол да қиын, ауыр, адам жанына бататын нәрселер. Бірақ ақылымен сол нәрсені қалап тұрады. Неге? Өйткені оның пайдасы сол нәрседе, сол әші емде. Нәпсісі қаламай тұрса да. Мына жерде де тура сондай. Нәпсіңіз қаламай тұрса да, сіз бауырыңызға жақсы көруші адамның мәмілесін жасауыңыз керек. Ал одан кейін жүрегіңіз ол адамды қанша үгіттесеңіз де жақсы көре алмаса, бұл енді сіздің шамаңыздан тыс нәрсе. Хадисті имам Бухари, муслимдер риуаят еткен.